Бүгін біз ғарыш қалай зерттелгенін білетін боламыз. Байқоңырдан ғарышқа зымырандар ұшырылады. Ғарышкерлер орбиталық станцияда тұрып, тәжірибелер жасайды. Олар ғарышты және жерді бақылайды. Тоқтар Әубәкіров алғашқы қазақ ғарышкері. Талғат Мұсабаев пен Айдын Айымбетов те ғарышта болды. 1957 жылы ең алғашқы жердің жасанды серігі ғарышқа ұшырылды. Бұл ғарыш дәуірінің бастауы болды. 1960 жылы Белка мен Стрелка атты иттер ғарышқа ұшты. Олар жерді айналып аман-есен оралды. Жер бетінде 1961 жылы Юрий Гагарин ғарышқа ұшқан тұңғыш адам болды. Оның сапары 108 минутқа созылды. 1969 жылы адам айға қонды. 1986 жылы Мир станциясы ұшырылды.